Сәлем достар, бүгін сіздерге нан салма рецептін ұсынамын. Кейбір жерлерде майлы қамыр, кейбір жерлерде қайыс деп атайды. Осы тағамды отбасыңызбен сүйіп жейміз, және балаларыма да қатты ұнайды. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Мен бірінші осы қойдың майын орташа отта шыжғырып аламын. Сұйық майдан 100 мл қосамын. Етімізден 400-500 граммдай ет саламыз. Етімізді жақсылап қуырып аламыз. Қуырылып болған еттің үстіне 50 мл су құямыз. Бетін жауып 15 минутқа қалдырамын. Қамырына 180-200 мл су құямыз. Және бір жұмыртқа қосамыз. Және тұзды жарты шай асық саламыз. Жақсылап араластырамыз. 450-500 граммдай ұн қосамыз. Ұнымызды салған екен вилкамен араластырамын. Сосын қолмен илеп шығамын. Сұйық май қосамын. Сұйық майды бір ас қасықтай саламын. Сұйық майды ең соңында қосқан кезде қамырымыз созылмалы болып әдемі шығады. Қамырдың бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Пиязымызды турап аламыз. Емен 2 пияз қостым. Пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сәбізден бір дана қосамыз. Сәбізімізді кесіп, майдалап, кубикпен турап шығамыз. Сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз. Және 2 дана қызанақ қосамыз. Қызанағымызды жақсылап араластырып жібереміз. Жарты дана кабачки қосамыз. Кабачкимізді кубиктеп тураймыз. Болгария бұрышынан жартысын қосамыз. Мен тоңазытқыштан алып қостым. Өйткені менде свежий болгар болмады. Қоспаларымызды салып, дәміне қарай тұз саламыз. 1 килограммдай картошка қосамыз. Картошкамызды осылай кубик етіп турап аламыз. Картошкамызды салып аламыз. Және 1 дана лавровый лист саламыз. 150-200 мл су құямыз. Төмен отта 45 минут бұқтырып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Ұнымызды сеуіп, бешбармақтың қамырындай жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып алдық. Қазір жинап кесеміз. Дайын болған қамырымызды қайнап тұрған суға саламыз. Суға бір ас қасықтай мен тұз салдым. 7 минуттай қайнатып пісіріп аламыз қамырымызды. Подливкамызды дайын болды. Қамырымызды дайын болды. Сүзіп аламыз қамырымызды. Подливкамызды салып шығамыз осылай етіп. Егер рецептім сіздерге ұнаса, подписаться батырмасын басып, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Рахмет, ас болсын.